Брендстас онлайн курсына қош келдіңіздер. Бүгінгі үйренетін сабақтарыңыз To Teach AI жасанды интеллект платформасымен жұмыс жасау. Ол үшін интернет желісіне ағылшын тілінде To Teach AI деп жазамыз. Міне бізде осындай бірінші сілтеме шығады. Сілтемені басқаннан кейін бұл әрине ағылшын тіліндегі сайт болғаннан кейін қазір мен бұл жерде мышканың оң жағын басып перевести на русский язык деп орыс тіліне аударып алдым. Сіздер де өздеріңізге ыңғайлы болу үшін страницаны, яғни бетті орыс тіліне аударып аласыздар. Одан кейін әрине міндетті түрде сайтқа тіркелу қажет. Тіркелу батырмасын басып, өздеріңіздің Google аккаунттарыңыз арқылы немесе электронный почта арқылы сайтқа тіркелесіздер. Тіркелу батырмасын басып, осы жерден өздеріңіздің Google аккаунттарыңыз арқылы тіркелсеңіздер болады. Google аккаунттарыңыз арқылы тіркелесіздер немесе электронный почта арқылы тіркелесіздер. Міне бізге осындай бет ашылады. Бұл жерде сіздің мамандығыңызды таңдайсыз. Одан кейін қандай сыныптарға сабақ бересіз? Мысалы үшін жоғары сыныптарға ма, бастауыш сыныптарға ма, колледж ба, немесе одан да басқа өздеріңіз таңдап қойсаңыздар болады. Одан кейін осы жерден пәндерді таңдайсыздар. Өздеріңізге қажетті, немесе пропустить батырмасын басып, бұл бетті өткізіп жіберсек болады. Міне біз осы платформаға тіркелдік. Осы бетте біз осы жерден жұмыс жасайтын боламыз. Бірінші қараңыздар, мына жерде біз қанша не жасай аламыз. Барлығы осы жерде көрсетілген. Жаттығулар, рабочий лист, план урока, міне осылардың барлығын біз осы платформа арқылы жасап шыға алады екенбіз. Платформа әрине ақылы. Бұл жерде біз өзімізге қажетті бірінші қараңыздар, упражнение 5 жаттығуға дейін жасай аламыз тегін, рабочий лист 3 жасай аламыз, және план урока 2 план урока жасай аламыз. Енді бұлардың тарифтерін қарап шықсаңыздар болады. Өздеріңізге қажетті бесплатно тегін тарифке қолданасыздар. Жаңағы айтқан бойынша, одан кейін айына $6 төлеп, бір айда $6 бізде теңгеменен где-то 2900 теңге сондай болады. Бұны бір айға қолдана аласыздар. Бұл жерде сіз егерде осы платный тарифке өтетін болсаңыздар, 100 жаттығу жасай аласыздар, 10 рабочий лист, 5 план сабақ жоспарын жасап алады екенсіздер. Немесе тағы да екінші аккаунтпен тіркеліп, осы платформаның тегін версиясын тағы да қолдансаңыздар да болады. Ары қарай. Енді мына жерде өздеріңіздің жасаған жұмыстарыңыз міне осы жерде көрініп тұратын болады. Мысалы үшін правда или ложь деген, мысалы үшін жалған немесе дұрыс немесе жалған жұмысын жасағанмын. Осы жерден сіздерге осы өздеріңіздің жеке кабинеттеріңіздің главный экранында осы жерде көрініп тұратын болады. Мына жерде инструменты бөлімінде создать презентации, одан кейін барып YouTube-да, рабочий лист, бұның барлығын осы жерден басып көріп жасасаңыздар болады. Ары қарай. Қазір енді біздің орындайтын тапсырмамыз упражнение, жаттығу жұмысын жасап көреміз. Упражнение бөлімін басқаннан кейін осы жерден өздеріңізге қажетті пәнді таңдап алсаңыздар болады. Өздеріңізге қажетті. Мен мысал үшін осы жерден қазір кез келген біреуін таңдап басып көремін. Мен бұл жерден қазір география пәнін басып көрейін. Географияны басып, сол жерден жаттығу жұмысын орындайтын боламыз. Осы бөлімді басқаннан кейін, география бөлімін басқаннан кейін, мына жерде бізге бірнеше нұсқаларын ұсынады. Өзімізге қажетті бөлімді таңдап, сол жерден жаттығу жұмыстарын дайындап шыға алады екенбіз.
Енді мен бұл жерде қазір кез келген біреуін таңдаймын. Мысалы үшін правда или ложь, жалған немесе дұрыс бөлімін таңдаймыз. Бұл жерде тапсырмалар 3 деңгейде жасайды: жеңіл, орташа және күрделі етіп. Бұл жерде тіл ағылшын тілінде тұра береді. Одан кейін мен мысалы үшін осы жерге қазір кез келген бір тақырыпты жазамын ағылшын тілінде. Спорт тақырыбын жазып көрейік. Бізге қазір осы жерде міне спорт бойынша мына жерге маған мәтін жасап берді ағылшын тілінде. Бірақ бұл жерде ешқандай қиын жоқ. Сіздер осы ағылшын тіліндегі мәтіндерді көшіріп алып, Яндекс переводчик немесе Google переводчикқа қойып, сол жерден өздеріңізге мәтінді перевод жасап алуға болады. Міне маған осы спорт тақырыбында жалған немесе дұрыс ойынын құрастырып берді. Бұны мен перевесте басып қазақ тіліне аударып алсам да болады. Русскийдан біз қазір другой басқа тілді таңдап қазақ тіліне қойып аламыз. Неге қазақ тілін басамыз? Қазақ тіліне таңдаған екен, маған осы жерден менің тапсырмаларым қазақ тілінде ауысты. Жеңіл атлетика жайындағы тапсырма бізге берілді. Келесі, осы бізге жасанды интеллект дайындап берген тапсырманы біз қалай жұмыс жасаймыз? Мына стрелкаларды басып, келесі тапсырмалардың бізге барлығын қарап шығуға болады. Kahoot форматында жүктесек болады екен. Одан кейін барып мәтін ретінде көшіріп алсақ болады, немесе QR-код арқылы балаларға ұсынсақ болады. Өңдеу батырмасын басып, бұл жерден біз редактирование жасай алады екенбіз. Мына жерде мына сілтемені басу арқылы, мысалы үшін осы сілтемемен бөлісіңіз бөлімін басқанда сізге бірден осы тапсырма сізге сілтеме көшіріледі. Оны алып кез келген оқушыларға немесе тақтадан көрсетуге, сізде балалардың орындауына тапсырманы берсеңіз болады. Мына жерде мәтінді жаңағыда айттым, мәтінді көшіріп өздеріңізге перевод жасап алсаңыздар болады. Ары қарай бұл жерде осы тапсырма арқылы сіздер кроссворд құрастыра аласыздар, мәлімдеме жасай аласыздар. Елді зерттеңіз, география тақырыбын алған екен, бізге осы жерде әртүрлі тапсырмаларды орындауға болады екен. Келесі бөлім бізде жұмыс парақтары. Яғни осы жерден біз жұмыс парақтарының шаблондарын, дайын берілген шаблондарын алып, біз өзімізге кез келген тақырыпта жұмыс парақтарын жасай алады екенбіз. Өзімізге қажетті тақырыпты жазамыз, сол жерде бізге осындай жұмыс парақтарын дайындап береді. Келесі бөлім бізде сабақ жоспары. Сабақ жоспары бөлімін бассаңыздар, сіздерге осы жерде жоспардың тілін таңдайсыздар. Одан кейін жас ерекшеліктерін, уақыттың ұзақтығын таңдасаңыздар болады. Сабақ жоспарын құру, бұл жерде сіздерге мысалдарыңызды қараңыз деген бөлімді бассаңыздар, сіздерге осы жерде құрылған сабақ жоспарларының үлгісін көрсетеді. Мысалдарымызды қараңыз бөлімін басамыз. Міне осы жерде мысалдар сіздерге берілген үлгі сабақ жоспарлары. Мысалы үшін мына жерде орман тақырыбында берілген екен. Бұл жердегі оқушының іс-әрекет формасы, жұмыс парағы берілген. Орман кіріспе мәтін, орман дегеніміз не? Одан кейін барып жұмыс парағы, ағаштың түрлері. Осы жерде сіз астында дайын жұмыс парағымен жасалынған. Мысалы үшін емен, үйеңкі, қарағай, қайың ағаштар, жапырақтың иненің сипаттамасы, тұқым түрі, қандай қызықты факттер. Ол жасалған жұмыстың төмен жағында жауап үлгілері бар. Осы жасаған жұмыстың жауаптарында қарасаңыздар болады. Енді біз артқа қайтып, өзімізге сабақ жоспарын құрып көрейік. Бұл жерде жас ерекшелігін таңдаймыз.
уақыттың ұзақтығын, иә, мен мысалы үшін 12-13 жас, уақыт ұзақтығы 45 минут, сабақтың қай тақырып болғанын қалайсың, иә, бұл жерде кез келген тақырыпты жазасыздар. Мен мысалы үшін бұл жерге қазір спорт деп жазайын, иә, спорт тақырыбын жаздым. Осы жерде одан кейін кіріспе қандай түрі, иә, сабақтың қандай түрі, соны таңдайсыздар, өздеріңізге қажетті түрін таңдайсыздар. Одан кейін келесі сабаққа назар аудару дейді. Бұл жерде презентация түрінде ма, топтық жұмыс па, немесе жеке жұмыс па, соны да таңдап аласыздар. Одан кейін сабақ жоспарын құру батырмасын басасыздар. Сабақ жоспарын құру батырмасын басқаннан кейін бізде осы жерде қазір сабақ жоспарын дайындап беретін болады. Міне бізге сабақ жоспарын дайындап берді. Бұл жерде мен жаңа presentation бөлімін басқаннан кейін, focus on presentation бөлімін басқаннан кейін спорттық презентация бойынша маған сабақ жоспарын дайындап берді. Бұл орындаған тапсырмамызды Word форматында жүктеп алсақ болады, немесе сабақ жоспарын әлеуметтік желіде бөліссеңіздер де болады. Сілтемесін алып, ары қарай сол сілтеме арқылы жұмыс жасасаңыздар болады. Енді қараңыз, спорттық презентация мақсаты берілді. Мақсатынан кейін орындалатын тапсырмалар, иә, бірақ материалдар жасау бөлімінде бұл жаңағы айттым ғой, бұл жерде бұл ақылы платформа болғаннан кейін материалдарды жасау бөлімі бұл ақылы түрде болады. Ақылы бір айға 2900 теңге сондай болады. Примерно сол 2900 теңгені төлем жасасаңыздар, сіздер бір ай бойы осы кез келген материалдардан бірнеше жұмыс жасай аласыздар. Міне төменде бағалау, қалыптастырушы бағалау және жиынтық бағалау түрлері. Одан кейін барып, міне осы бөлімдерден барлығынан сіздерге дайын сабақ жоспарын құрып берді. Бұны енді жоғарыдан Word форматын басып өздеріңізге жүктеп алсаңыздар болады. Сол жерден редактирование басып өздеріңізге өзгерістер жасауға да болады. Барлық жасаған жұмыстарыңызды жасап болғаннан кейін осы жерде жоғарыдан негізгі бет батырмасын басамыз. Негізгі бет батырмасын басқаннан кейін біздің осы жерде жасаған жұмыстарымыздың барлығы осы жерде тұрады. Өздеріңізге қажетті көрсету батырмасын басып қайтадан сол бетке өте аласыздар, немесе сілтеме арқылы жіберсеңіздер де болады жасаған жұмыстарыңызды, немесе Word форматында көшіріп алсаңыздар болады.